Рамазан бұл әрине исламдағы 5 парыздың бірі болған ораза құлшылығы парыз болған ай. Осы Рамазан айында исі мұсылман ауыз бекітеді. Таңның асты, кештің батысы. Рамазан айы ол тек қана тамақтан тыйылу айы емес, бәлкім Рамазан айы рухани кемелдену айы, жүректі тазартып, имандылықты күшейтіп, қасиетті Құранмен қауышатын, Алланың рахымы, мейірімі түскен ерекше ай. Адам баласы тән және жаннан тұрады. Бұл енді Рамазан айының негізгі мәні мақсаты, бұл рухани кемелдену айы. Ендеше осы Рамазан айының оразасын тұтушыларға айтатын кеңесіміз, осы айға біз рухани дайындалуымыз керек. Бұл жай құлшылық емес, бұл құлшылықтың мәні өте тереңде жатыр. Рамазан айының турасында ақпараттарды көп оқуымыз керек. Себебі оразаның парызы бар, оразаның уәжібі бар, оразада сүннет амалдары бар, оразада макрух амалдары бар, оразада мубах амалдары бар, оразада мұстахаб деген амалдар болады мінекей. Сондай жаңағы ораза кезінде нені ескеру керек, неден сақтану керек, неге мән беру керек, осы турасында ораза ұстаушылар толыққанды білімі керек. Осы бойынша, ораза бойынша Аллаға шүкір қазір көптеген кітаптар жарық көріп жатыр. Әлеуметтік желілерде өзіміздің ресми муфтият.kz ресми порталдарымыз бар. Осыдан толыққанды ақпараттар алғаны мақұл. Оразаны алғаш ұстайтын жандар үшін толыққанды ақпараттың барлығы біздің ресми әлеуметтік желі парақшаларымызда бар. Қосымша жаңағыдай дүкендерден қазақ тілінде, орыс тілінде толыққанды діни кітап мағлұматтар алуына болады. Ораза ұстауға балағат жасына жеткен ер әйелдер осы Рамазан айында ораза ұстау парызы болады. Егер ол ауырып қалса, онда ораза айын біткеннен кейін ораза ұстай алмаған күндердің орнын толтырады. Немесе сапарға шығып кетсе, бір жаққа қыдырып кетсе, алысқа кетсе, сол кездерде жағдай бұндай жандарға ораза ұстаудан уақытша босатылады, кейіннен ұстап береді. Одан кейін мына қазіргі соңғы уақыттарда қант диабеті дейміз ғой. Осы қант диабетімен ауырғандарға дәрігер мамандар ораза ұстауға кеңес бермейді. Мінекей осындай кісілер, содан кейін ораза ұстауға шамасы келмейтін, тіпті жаңағыдай денсаулық көтермейтін қарт кісілер бар, мәселен, сол кісілер ораза ұстамауына рұқсат етіледі. Сонымен қатар мына жүкті әйелдер бар, немесе емізулі балалар бар, аналарымыз бар. Оларда жаңағы дәрігердің кеңесіне жүгіне отырып, егер құрсақтағы сәбиіне денсаулығына зиян келмейтін болса, ораза ұстауына рұқсат, ал егер ораза ұстауы оның бойындағы перзентіне зиян келетін болса, онда ол ораза ұстамайды, бірақ кейін басқа күндері сол оразаның қарызасын өтеп бере алады. Жалпы ораза біздің жұмысымызға кедергі келтірмейді. Өйткені біздің жұмысымызға немесе басқа да ораза оны ешқандай кедергі келтірмейді. Ораза ұстаушы кісілер өзінің уақытын жоспарлап, мәселен жаңағыдай, өзінің уақыт кестесін өзіне ыңғайлап, енді мүмкіндік болатын болса, осы ораза кезінде мына мүмкіндік болса жаңағы діни ақпараттарды көбірек оқығаны дұрыс. Себебі деген бұл ұлы ай. Тек қана тамақтан, судан тыйылу емес, бәлкім сөзден тыйылу, жалпы біздің ағзамызға, біздің руханиятымызға зиян беретін, руханиятымызды әлсірететін зиянды әдеттерден тыйылу керек. Мүмкіндік болатын болса, мына әлеуметтік желіде пайдасыз ақпараттардан тыйылу керек. Тек қана пайдалы ақпараттарды көбірек алғаны мақұл. Рамазан айы бұл өзгені қуанту айы. Мүмкіндік болса, шама жететін болса, біз өзгелерге көбірек қуаныш сыйлау арқылы біз өте көптеген сауаптарды аламыз. Себебі оразадан мақсат өзі секілді адам аш болған кезде адамдарда мен секілді аш жүрген шығар деген секілді мейірімділік адамда оянады. Осы айда көбірек жаңағыдай жасаған, өзге айларда жасаған садақа қарағанда, Рамазан айында жасаған садақаның сауабы анағұрлым көп болады екен. Сондықтан біз осы оразада сауап істерді көбірек жасауға ұмтылуымыз керек. Қарапайым мәселен, ең болмаса тегін такси, бір жолаушыны
үйіне жеткізіп қою мәселен, немесе бір қарапайым бір су берсе, немесе құрма берсе, сол секілді бір екінші бір жаңағы бір дүкендерге барып, қарыз болған кісілердің қарыз дәптерінен олардың қарызын өшіріп тастап, соларға жауап беру деген секілді көптеген қайырымдылықтың түрлерін жасауына болады. Сол секілді ораза кезінде көршіңе қуаныш сыйла деп, көршіне бір кішкенде бір бокс дейміз ғой енді кішкенде. Сондай бір сыйлықты дайындап, көршілермен арасына барып, бұл біздің отбасымыздың атынан сізге сыйлық. Одан кейін ол кісі оған сыйлық жасап, бұл енді демек ораза көршілерге де жақсылық жасайтын үлкен қасиетті ай ғой. Қасиетті Рамазан айында бір түн бар, ол Қадір түні. Қадір түнін Рамазан айының 26-сынан 27-сіне қараған түні, осы түні таң атқанша мұсылман баласы сауабын Алладан үміт ете отырып, ғибадат жасайтын болса, әрине ол 1000 айға тең келетін құлшылықтың сауабын алады дейді. 1000 ай дегеніміз 83 жыл 4 айға тең келеді екен. Қазіргі білесіздер, қазіргі биылғы кесте бойынша жаңағы ақпан айында 19-ында басталады. Сол жаңағы 16-17-сіне қараған Наурыз айының түні ол қасиетті Қадір түні. Облыстық орталық Бекет ата мешіті және Маңғыстау облысына қарасты мешіттердің баршасының ауласында ауызашар дастархандары жайылатын болады. Бұның барлығы тегін, ешкім жаңағыдай ақша алынбайды. Тек жаңағы өзіміздің жаңағы жомарт, кәсіпкер ағаларымыздың өздерінің демеушілігімен, олардың өзінің жаңағыдай жүрек қалауыменен осайда көбірек сауап алу мақсатында мешіттерімізде екі үйімізге 200-дің үстінде адамға ауызашар тегін болып отыр. Бұл ай бойы жалғасатын болады. Сонымен қатар қасиетті Қадір түні кешкі ауызашар және сәресіге де әр жылы біздер сәресі асында беретін боламыз. Ең бірінші тілегіміз Рамазан айы бұл мейірімділік айы. Рамазан айы кешірімділік айы. Рамазан айы жомарттық айы. Рамазан айы сабырдың айы. Демек осындай күллі жақсылық атаулының барлығын өзіне жиған қасиетті Рамазан айында рухани кемелденіп, халыққа да жақындап, хаққа да жақындайтын ұлы ай. Осы айдың кіріп келуімен әрбір маңғыстаулықтардың шаңырағына қуаныш, шаттық, бақ, береке тілейміз. Аспанымыз ашық болсын, еліміз, жұртымыз тыныш болсын. Осы кіріп келген Рамазан айы әрбір отбасыға бақыт, қуаныш, шаттық алып келсін.